Келесі кезекте қала тұрғындарына мектеп бағдарламасы бойынша сұрақтар дайындаған болатынбыз. Алғашқы бағдарлама болғандықтан сұрақтар қиын болмайды. Қалай жауап береді екен бірге тамашалайық. Есімің кім? Мирас. Мирас Алиев есімі. Мектеп бағдарламасына байланысты 5 сұрағымыз бар. Соған жауап бересің. Қазақ хандығын кім құрды? Керей мен Жәнібек. Дұрыс. Есім Алиев. Бізде 5 сұрақ бар. 5 сұраққа жауап бересіңіз. Қазақ хандығын кімдер құрды? Керей мен Жәнібек. Дұрыс. Есіміңіз? Сарина. 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 Да. Зарина деген қаншайым болған кезінде? До Томириса. Да. Была. 5 сұрақ бар. Сол 5 сұраққа жауап бересіңіз. Қазақ хандығын кімдер құрды? Керей мен Жәнібек. Дұрыс. Америка құрама штаттарының астанасы? Вашингтон. Дұрыс. Америка құрама штаттарының астанасы? Америка астанасы. Бір подсказка берейін, Нью-Йорк емес. Солай. Америка астанасы. Вашингтон. Америка құрама штаттарының астанасы? Я не помню, я не знаю. Чуть-чуть подумайте. Ой, Нью-Йорк? Кажется, нет. Ой, Нью-Йорк нет. как Алматы сияқты қаласы. Вашингтон. Вашингтон. Вашингтон, да. Дұрыс, Вашингтон. Bir денеге екінші денеге әсер етпесе, ол бір қалыпты күйін сақтайды. Кімнің заңы? Мен білмейді кімдің жағын. Bir денеге, Дене ма? бір денеге екінші дене әсер етпесе, ол бір қалыпты күйін сақтайды. Түзу ысықты қозғалады. Ньютон ба? Ньютон, дұрыс. Bir денеге екінші дене әсер етпесе, ол бір қалыпты күйін сақтайды. Ол кімнің заңы? Ньютон. Дұрыс айтасыз. Дұрыс. Егер бір денеге ешқандай дене әсер етпесе, ол дене бір қалыпты қозғалады. Кімнің заңы? Ньютон. Дұрыс. Ньютонның заңы. Осы жылы әлем чемпионаты футболдан қай елде болды? Катар? Дұрыс. Осы жылғы әлем чемпионаты футболдан қай мемлекетте болды? Катарда болды. Дұрыс. Осы жылы әлем чемпионаты футболдан қай елде болды? Катар. Дұрыс. Катарда. Любитель. Қай командаға жанкүйер болдыңыз? Как мой парень, Аргентина. Аргентина. Да. До конца выиграли же. Әлемдегі ең мықты жіп қандай жіп? Жіп. Білмеймін, кәдімгі. Жіп. Жіп. Кәдімгі. Арқаның ба? Не ол? Білмейді кен? Бұл өрмекшінің өрмегі. Ой. Негізі бос уақытта не істейсің өзің? Так, қазір сабақ қос естияу, сол дайындық бос уақытында. Әлемдегі ең мықты жіп қандай? Жіп. Жібек жатаған жіп. Әлемдегі ең мықты жіп өрмекшінің өрмегі. Әлемдегі ең мықты жіп қандай? Веревка. Шашы сияқты болады, қатты. Волосы. В общем, волосы, но они самые, ну, точно, я не знаю. Сіздің логикаңыз жақсы екен, но ең мықтысы өрмекшінің жібі. Ньютонның бірінші заңы. Ең мықты жіп әлемдегі қандай? Осымен алғашқы бағдарлама өз мәресіне жетті. Жобаны дамыту үшін қандай ойларыңыз бар, кеңестеріңіз бар, айта кетсеңіздер болады. Келесіде дидарласқанша сау болыңыздар.